Банкрот кәсіпкердің үйіне қош келдіңіздер. Келіңіздер. Бүгін мен көңіл күйім өте керемет. Бүгін екінші видеомызды түсірейін деп жатырмыз. Себебі бірінші видео біз үшін өте керемет шабыт берді. Біз 5 күннің ішінде 5000-ға жуық қаралым болып, қазір Қазақстан бойынша түкпір-түкпірден мені қолдап, адамдар Марат Маулен алға деп жазып, WhatsApp-тарға қаншама адамдар жазып жатыр, телефонға қаншама адамдар звондап жатыр, YouTube-та қаншама адамдар комментарийлер жазып, қаншама адамдар лайктар басып жатыр. Аллаға шүкір, рахмет сіздерге қолдауларыңызға. Мен үшін үлкен керемет шабыт болды. Мені шабыттандырыңыздар, маған керемет мотивация бердіңіздер. Мен енді бүгін екінші видеомды сіздер үшін арнап жатырмын. Мен қазір қалған компанияларының не қалды, не істеді, сол сияқты бір-екі мағлұматтар беремін. Бізбен бірге болыңыздар, керемет. Менің 14 компаниям болды. 14 компаниям, 14 бизнесім. Бұл Қазақстан бойынша 23 мемлекетте, бұл Қазақстан бойынша 23 офис болды, 23 представительство. Ол Қазақстан бойынша өте қатты дамыды, миллиардтаған товар айналым берді. Бірақ оның бүгінгі халі мынандай. Қараңыздар. Қараңыз, сол 14 бизнестің осы қалғаны осы, шыны керек, бұл Қазақстан бойынша әр қалада офистері болды, сол офисті, сол жерлерде қалды. Оның артында не қалды, кім қай жерге жіберді білмеймін. Сол жердегі представительдеріміз болсын, басқалар болсын, офистерді, мебельдердің барлығын алып талан-таражға салғанда бар, қайтарып бергенде бар. Бірақ мына офистерде қалған мебельдердің барлығы осы оборудование бәрі осы жерде. Мынандай кассовый аппараттар. Қысқасы енді бұл бизнестердің барлығы тоқтады. Енді бірақ мен бір нәрсені білгім келеді. Жақсы идея ешқашан ірімейді, шірімейді, ешқашан не актуальны болып қалмайды. Жақсы идеяны, жақсы бизнесті, жақсы системаны, жақсы масштабты барлығы біздің миымызда қалады. Мынаның барлығы тек қана бұл темір-терсек. Қаншама құжаттардың барлығы, қағаздардың барлығы қалды, мусор болып. Бұның барлығы енді артта, бірақ мен соның ішінде жақсы идеяларды, миллиардтаған табысы әкелетін бизнестерді мен жақсы адамдар болса, соларға сатқым келеді. Солардың бірнешеуін көрсетейін. Жүріңіздер. Ал енді мынау келесі біздің көріністе, бұл біздің отандық аяқ киімдер орталығы ашылған болатын. Міне центр отечественной обуви дейді. Бұны былай қоя тұрайын. Міне отандық аяқ киімдер орталығы. Бұл негізі, бұл проекттің аты міне сапа деп аталады. Мына жерде қарсаңыздар болады, шаң басып жатыр. Отандық аяқ киімдер орталығы. Бұл негізі ашылу салтанаты болды. 240 квадрат жерде үлкен дүкен болды. Ол жерде қазақстандық, тек қана ол жерде мақсат, идея былай болды. Бүкіл Қазақстанның өндірушілері, бұл Зария болсын, басқа да көптеген өндіруші компаниялар бар, соларды қолдау мақсатында. Және сол бүкіл өндірушілердің тауарларын бір жерде біріктіру мақсатында тек қана Қазақстанда жасалған деген. Енді мына жерде бір жерде жазылып тұрған еді. Біздің мақтанышымыз осы еді, Қазақстанда жасалған деген. 240 квадрат дүкенге арналған мебельдер. Бұл жерде енді өте көп ақша салынған негізі. Бүкіл бұның светтеріне, даже мынаны қараңыздар, элементарно мына сөре светтерінің өзі, әрбір светіне, мысалға, әрбір аяқ киімге мынандай нелер қойылған, осындай бар. Мысалы, мына қараңыз, тағы мына жерде қаншама оборудованиялар бар, мысалы, светтері, қараңыздар, барлығы. Енді шыны керек, обал бұл бекерден бекерге шаң басып, бұл ешкімге керек болмай құры жатқаннан көрі, лучше бұның жақсы бір азамат болса, отандық аяқ киімдер орталығын дамытқысы келсе, отандық өндірушілерді қолдағысы келсе, Қазақстанға сапалы жергілікті аяқ киімдерді сатамын деген жақсы бір идеясы бар. Кәсіпкер болатын болса, мен осы бизнестерді сол кісілерге мына мебельдермен сатуға, сол бизнес идеяны толық, сіз концепциясын, идеясын, жоспарын, жүйесін, масштабтарын барлығын қосып сатуға дайын. Неге сатайын деп жатырмын? Бірақ себебі бар, қарыздарды құтылу керек. Ал енді мынау келесі біздің бизнесіміз бұл зор.
Керемет, зор десе зор, нағыз моющий средство Қазақстанда шыны керек моющий средство шығаратын өндірістердің вообще жоқтың қасы. Бүкіл магазиндерге барып, базарларға барып қарайтын болсаңыз, бұндай өндіріс тауарларды ешқайсысын көре алмайсыз, себебі тек қана шетелдік Procter & Gamble басқа да тауарлар толып жатыр да, бірақ қазақстандық өнім жоқ. Енді сіздерге мынау пол жуатын, мынау қол жуатын, бұдан кейін мына стекло жуатын, бұдан кейін ыдыс-аяқ жуатын, қысқасы 10-нан астам тауар шығару мүмкіндігі бар. Осы өндірісі бар, дайын. Бұл жерде мысалға алып жүргізу керек. Мүмкін 5-6 миллион теңге ақша салу керек шығар, себебі сырье бар, өндіріс, аренда, басқа да заттар бар. Солардың барлығын егер шығаратын болса, бір 5-6 миллион теңге салса, бір жақсы бір бизнес, үлкен бір производство ашуға мүмкіндік бар. Бұны мысалға полный идеясы, планын, системасын қалай масштабқа шығу керек, бәрін оқытып, үйретіп, түсіндіріп, көрсетіп беріп. Яғни полный бизнес под ключ. Егер қаласаңыздар, оборудованиені көрсеңіздер болады, оборудование да бар. Бұлардың барлығын шығаратын. Біздің негізгі басқа кәсіпорындарға қарағанда артықшылығымыз мына бүкіл бизнесті, мына ет кеткісінде, мына коробкаларын, мысалға, мынау самый главный мынау ыдысын біз өзіміз шығарамыз. Өзіміз ыдысын шығарамыз. Мынандай пластмассовый ыдыстар шығаратын оборудование бар. Пластмассовый, яғни бұл пластиктен, плюс петтен жасайтын ыдыстан оборудованияларымыз бар. Бұлардың бәрін сіздерге толық көрсететін боламыз. Осыны да сатамыз. Бұны да бұл жерде отандық өндірушілерді қолдаймыз деген мақсатпен, отандық өндіруші тауарларымызды елге, халыққа жеткіземіз. Әрбір үйде отандық өнім болсын деген мақсатпен жасаған болатынбыз. Егер сондай жандар болса, сондай кәсіпкерлер болатын болса, біз осы бүкіл бизнесті беруге дайынбыз. Жақсы адам келіп алса деп тілейміз. Астына ИПМС деп жазыңыз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ал келесі керемет идея, уникальный идея бұл чай. Чай бизнесі. Күнделікті әрбір үйде қолданылатын өнім. Шай ішпесе адамның басы ауырады. Өзіміз шөтіп шай ішейік, келіңіз шай ішейік, қашан шай ішеміз деген сияқты сөздердің барлығы осы шайдың төңірегінде. Бұл сіздің үйіңізде де бар, мен үйімде де бар, бұл байдың үйінде де бар, кедейдің үйінде де бар. Енді осы чай бизнесінің төңірегінде керемет идеялар бар, керемет бизнес план бар, жоспарлар бар, масштаб бар. Енді осы бизнесті Қазақстан бойынша 23 қалада саттық. Осы бизнесті мен қазір жақсы адамдар болса, мен сол кісілерге осы бизнесті ұсынғым келіп отыр, осы бизнесті сатқым келіп отыр. Себебі Үндістаннан келеді, бұл бизнес Қазақстанда даму керек. Бұл шыны керек, натуральный шайлар, бос ниша. Осы нишаны толықтыру үшін мен сізге осы идеяны ұсынамын. Қай жерден алу керек? Кімден алу керек? Қалай упаковать етеді? Қалай істеу керек? Индиядан қалай келеді? Ол қалай жасалынады? Құжаттары, басқасы барлығын түсіндіріп, үйретіп көрсететін боламыз. Бізбен хабарласыңыздар. Егер шай бизнесі қызықты болатын болса, шайды мынандай упаковкада салсаңыз болады. Упаковкада 100 граммдан немесе мынандай тубустарға салуға да болады. Осындай өте керемет подарочный ішінде осындай салуға болады. Енді осы идея кімге қызықты? Бұл негізі 24 түрлі шай шығардық біз. Жасыл 6 түрлі, қара шайдан 6 түрлі. Бұл қандай шайлар? Имбирмен, витамин шайлар, клубникамен, шырғанақпен, клубника, малина сияқты, алма, енді 300-400 түрге дейін шығаруға болады негізі. Бірақ біз сізге ең ходовой 24 түрін ұсынатын боламыз. Хабарласыңыздар, мен сіздерге осы бизнестерді көрсетуге, түсіндіруге, үйретуге дайынмын. Яғни сізге дайын бизнес. Себебі бұл бизнес құры тоқтап қалып, өліп қалғанша, лучше бұл қайта жаңадан жаңғырып, жаңа өмір сыйлау керек. Хабарласыңыздар. Ал келесі бизнес идея бұл керемет хит продукциялар деп айтайық. Қазақстан бойынша бұл өте көп сатылған бальзамдардың бірі. Бұл мысалы қаншама компаниялар шығарды, қаншама компанияларға солардың брендімен шығарылған. Бұл біздің легендарный бальзамдарымыз. Бұл бальзамдар 12 түрі бар. Бұл еркектерге арналған, әйелдерге арналған, бауырға, одан кейін ішек
іштегі құрттарды тазалайтын және энергия беретін антистресс, одан кейін адамдарға витамин беретін әртүрлі 12 түрі бар. Бұның 2 түрі бар. Мысалы 275 мл, 275 мл, бұны 200 мл жасауға болады. 100 мл, бұна 125 мл-лік. 125 мл, бұны 100 мл-де шығаруға болады, 125-те шығаруға болады. Бұнда мынанда 12 түрі бар, мынанда 12 түрі бар. Егер қаласа мынандай шығаруға болады. Бұның мысалға бізде этикеткалары да, коробкалары да 100 мыңға жуық тауар шығаратын мүмкіндік бар. Яғни сонша этикетка, сонша коробка, сонша упаковкалар барлығы дайын. Яғни бұның ленточный, бұның производствосы барлығы тоқтаған. Бұның қазір жаңғыру егер істейтін болатын болса, оны қалай жасау керек, қалай істеу керек, қаласаң өзің өндіруші болсаң болады, немесе өндіруші компанияларға мысалға сізге дайын бизнес береміз, сол бизнесті ары қарай дамытып кетсеңіз болады. Подробности мысалға сіз өзіңіз хабарласатын болсаңыз, мен сізге полностью түсіндіремін. От и до. Яғни идеядан бастап пландары, неше түрлі пландар бар. Бизнес-план, маркетинг-план, контент-план, стратегический план, юридический план, қалай сертификаттау керек, қай жерден тауарлар алу керек, штрих-кодтары қай жерден алады, анасын қалай не істеу керек, от и до дайын бизнес ретінде сізге түсіндіріп үйрететін боламыз. И бұның системасында, жүйесінде барлығын жақсылап үйрететін боламыз. Оны қалай масштабқа шығару керек, сондықтан үйрететін боламыз. Енді бұны да білесіздер, не үшін сатып отырғанымды, жасым 52-ге келді. Мен өз бағытымды ауыстырып жатырмын. Бүгінге дейінгі өзімнің кәсіптерімді барлығын, стажымды, 30 жылдық кәсіптегі өзімнің стажымды, осы басшылық құрамда, осы идеяларын бәрін шығарып, бұларды реализовать еткен, осының бәрі идеямды мен қазір елге, халыққа түсіндірсем, үйретсем деп отырмын. Бірінші рет осыларды мен сіздерге ұсынатын боламын. Хабарласыңыздар, мен сіздерге толық түсіндіруге дайынмын. Одан кейін бізде мынандай кремдер шығаруға болады. Кремдер бұл суставной кремдер, яғни буын аурулары, мысалы қай жерлеріңізде ауырады, немесе остеохондроз, грыжа, протрузия, сондай керемет өнім, мысалға мынандай керемет. Осы тауарлардың барлығын қалай шығару керек, қай жерден шығару керек, қалай өндіріс мысалға жүргізуге болады, немесе өз тауарыңызды дайын күйде алып, оны қалай сату керек, қалай масштабқа шығару керек, пожалуйста, үйрететін боламыз. Міне қараңыздар, бағанағы легендарный бизнестерде мына коробка этикеткалары. Бұл жерде қаншама миллионның этикеткалары, коробкалары жатыр. Мысалға мынандай коробкалар қараңыз. Мынандай лентада барлығы осы біздің производствода осы лентамен жасалынады. Мына қазір лента болады, ол лентамен бит айналып отырады. И мына әрбір этикетка, коробка мынандай ыдыстары, мысалы мына қараңыздар, мына өзі автоматический программа бар, өзі рулондарды айналдырып отырады. И бұның бәрі автоматты түрде мынандай елерге жабыстырып отырады. И мынандай мына крышкалары бар. Қаншама миллион ақшамыз осының бәрін шығаруға кетті ғой енді. Бірақ бір күнде тоқтаған кезде бизнестің барлығы тоқтатты қалды. Бұлардың барлығы қазіргі жағдайда құр қағаз болып жатыр. Бұны енді жақсы адам болса, осының бәрінің идеяны, планды, системаны қалай масштабқа шығару керек, соның бәрін оқытып, үйретіп, түсіндіремін. Бұл идеяны дамыту керек. Яғни бұл идея өліп қалмау керек. Қазақстанда бұл бизнесті жақсылап тұрып, өркендетіп, заңдастырып, барлығын істейтін болсаңыз, бұл тек қана Қазақстан емес, Орта Азияға, мүмкін СНГ-ге шығуға әбден мүмкін. Себебі бұл жерде 12 түрлі өнім шығаруға болады. Мына жерде қазір қаншама миллион, мүмкін егер бұның бәрін жақсылап шығаратын болсаңыз, 100 миллиондаған, мүмкін одан да көп өнім шығаруға болады. Мына қараңыздар, қаншама идея, қаншама ақша. Келесі бизнес идея бұл керемет парфюмдер, яғни бүкіл дүниежүзінің сұлулықтың немесе бір-біріне үлкен сыйлық берудің символына айналған бұл бірінші очередте парфюмдер. Біз парфюм бизнесімен айналыстық. Парфюм бизнесі өте керемет прибыльный бизнес, өте масштабқа ыңғайлы бизнес, табысы күнделікті бір семьяны былай да былай
асырайтын бизнес. Бұл Түркиядан заводтармен келісім шарт жасап, Франция, Германиядан сол ароматтарды шығаратын фирмалармен, заводтармен келісім шарт жасап, Natural Perfume деген бренд ойластырдық. Осы бизнесті дамыттық. Осы бизнес өте керемет дамыдық. Қазақстан бойынша 23 қалада офистер ашып, сол жерде дүкендер ашып, сол жерде бизнестерді жүргіздік. Бұл өте керемет. Бұның мужской түрлері мынандай көк қара түспен мужской жасады, фомен деп аталады. Бұл 50 мл, бұны қаласаңыз 8 мл жасау болады, 15 мл жасау болады, 100 мл де жасау болады. Өте керемет парфюмдер, иісі өте керемет. Алған адамдардың барлығы өте дән риза, олар екінші рет, үшінші рет қайтадан келіп алады, достарын ұсынады. Өте керемет. Мынау түсте жасағанымыз бұл қызыл, қоңыр, қара осындай светпен, золотистый светі, мына жақта серебристый светтер барлығы, яғни әйел кісілерге золотистый, ер кісілерге серебристый нелерінде жасадық. Осындай өте керемет. Бүгінге дейін біз 15-20 түрін мужской, 30 түрін ходовойларынан деген бұл парфюмдерді шығардық. Бұлардың тестерлері бар. Мынандай коробкада 30 жүреді. 30 алған кезде әрқайсысында өзінің бөлек-бөлек тестерлері келеді. Біз ең ходовой түрлері, мысалға, бұның сырты бір болғанымен іштері бөлек-бөлек. Мысалы, бұның ішінде үлкен брендтер бар. Мысалға, Giorgio Armani, Kenzo, Eclat, Armani, Allure Home деген сияқты дүние жүзінде атақты брендтер. Givenchy бар, бүкіл Chanel'дер бар. Сол брендтердің ароматтарын ішіне құйдырттық. Заводтан тікелей ішіне құйып береді, бірақ сыртында бұл номермен немесе кодпен жүреді. Бұл версионный парфюм бизнесті. Бұл өте керемет бизнес. Сіздерге мына парфюмнің біреуін ашып көрсетейін. Бұна қараңыздар. Ашасыз, ішінде осындай парфюм. Бутылкасы осындай әдемі, крышкасы да керемет. Шашып та көрсетейін. Жақсы шашылады. Иісі, видеода иісі бұны шығама шықпайма білмеймін, бірақ это керемет иісі шығып тұр. Бұны алам десе, жүргізем дейтін болса, сондай ынталы кәсіпкер болса, хабарласыңыздар, осы идеяны, планын, системасын қалай бұл масштабқа шығаруға болады. Осының бәрін оқытып үйрететін боламын, түсіндіретін боламын. Өте керемет бизнес. Хабарласыңыздар. Миллиардтаған тауар айналып беретін бизнестер сатылады. Құрметті достар, 23 қалада офистер ашылып, сол қалада магазиндер, дүкендер, бүкіл жүздеген адамға жұмыс берген осы кәсіп түрлері сіздерге сатылымға шығарып отыр. Егер кімде-кім өз бизнесін жасағысы келсе, өзінің бизнесін дамытқысы келсе, өз брендін дамытқысы келсе, немесе үлкен масштабқа шыққысы келсе, маған хабарласыңыздар. Сізге осының барлығының идеясын, жоспарын, системасын, жүйесін қалай масштабқа шығару керек, осының барлығын сіздерге көрсетіп, түсіндіріп, үйрететін боламын. Сізге сәттілік тілеймін. Осы бизнес сіз үшін мүмкін үлкен табыс күшіне айналуы мүмкін. Бүкіл Қазақстан бойынша үлкен дәрежеге жеткізуіміз мүмкін. Яғни бүгінге дейін біздің аңсаған арманымызға, қойған мақсаттарымызға, жоспарларымыздың іске асуына мүмкін сіз себепші боласыз. Мүмкін осы бизнестердің әлемдік деңгейге шығуына, қазақстандық өндірушілер, қазақстандық брендтер деген мақтанышпен айтатындай дәрежеге жеткізетін мүмкін сіз боларсыз. Мен сізге сенемін, сіз хабарласыңыз, біз қолымызға келгенше үйретеміз. Сатуымның себебін тағы да айтып өтірейін. Мен қазір өз тәжірибемді білімге айналдырып, кітапқа айналдырып, және соны шәкірттер дайындаумен, соларға бизнесті үйретумен айналысуға шешім қабылдадым. Өз бағытымды, өз өмірлік мәнімді, мағынамды өзгерттім. Сондықтан бүкіл кәсіптерді жастарға тапсыруға шешім қабылдадым. Хабарласыңыздар, мен қолымнан келгенше үйретуге сіздерге дайынмын. Достар, толық ақпарат алу үшін жоғарыда WhatsApp нөміріне хабарлассаңыздар болады.
Сонымен қатар менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызды бөлісіңіздер. Кімде-кім бірінші видеоны көрмеген болса, жоғарыда сілтеме қалдырамын, сол видеоны да қарасаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.